компьютерлер жұмыс істейді. Сабақтың мақсаты компьютердің негізгі құрылғыларын, монитор, жүйелі блок, пернетақта, түнтөгіл қызметін сипаттай алады. Құрылғылардың өзара әрекеттесуін мысалдар арқылы түсіндіре алады. Алдарыңызда персоналды дербес компьютер. Оны жеке-жеке қарастырайық. Бұл жүйелі блок. Компьютердің негізгі құрылғысы енгізу-шығару құрылғыларымен жұмыс жасайды. Және ішінде басты компонент ол орталық есептеуіш процессоры бар. Енгізу құрылғылары олар сыртқы флешкалар, сканер, камера, дискер, клавиатура, ышқан, бейнбақ, ал шығару құрылғыларына монитор, принтер, дыбыс құрылғылары, наушник, проектор. Жүйелі блоктың ішкі құрылғыларына келсек, ең бастапқы компонент материнская плата оған осы жерде көрсетілетін барлық ішкі құрылғыларды байланыстырады. Орталық процессор ол компьютердің басты ақпараттық есептеуіш құрылғы ол платаның ортасында орналасады. Жедел жадылатын шағын. Онсыз компьютер қосылмайды және орталық процессорге қолданылатын уақыт аралығында ақпарат және уақытша ақпарат сақтайды. Іске жылдам жадысы, оған Windows және программалар сақталады. Видеокарта ол компьютердің ішіндегі компьютер, өз процессоры бар, қызметі графика өңдеу, есептеу және әртүрлі графика шығару ойындарға күрделі графиканы есептеу. Аудио-дыбыс картасы компьютерге арналған шығару құрылғысы болып есептеледі және сыртқы музыкалық дыбыс колонкаларынан ақпарат жібереді. Сетевая карта ол интернет желісін қабылдайтын құрылғы. Осы арқылы ғаламторда ақпараттар аласыздар және жұмыс жасайсыздар. Және HD физикалық және цифралық ақпараттарды ұзағынан сақтайтын жады. Оларға белгілі Вардовский ақпараттар, құжаттар, фильмдер, музыка, фотолар сақталады. Осы айтылған барлық ішкі құрылғылар топ көзімен қажет етеді. Оларға топ көзін беретін лог қуат көзі. Ол ватпен өлшенеді және компьютердің электронды компоненттерін қуаттандыру үшін желінің айнымалы кернеуінің әртүрлі кернеулердің тұрақты тобына түрлендіреді. Сонымен қатар компьютердің қуат көзі кернеудің төмендеуін тегістейді және айнымалы ток желісінде әрқашан болатын кедергілерді сүзуге мүмкіндік береді. Бұл ноутбук. Компьютер ретінде есептеледі, бірақ та кез келген жерде жұмыс жасауға арналған. Дербес компьютерден айырмашылығы ноутбук және портативті. Ноутбук компьютер секілді толықтай ақшаны қайта жинауға келмейді. Оперативті жадыны сақтау жадыларына ауыстыруға болады. Және де ойынға арналған ноутбуктерге бөлінеді оларда. Дисктерді видеокартаға сақталады. Ноутбук бағалары конфигурациясына қарай сатылады. Ноутбук қандай керемет мықтар болса бағасында соншама қымбатырақ болады. Ноутбук сынып қалса немесе сындырып қалса соғанда қымбат болады. Немесе қосқанын сұрайды. Ноутбуктың басқа түрі ол Apple компаниясына шыққан мақұл. Бұл MacBook-тың басқа ноутбуктерден айырмашылығы өте жұқа және стильді әдемі көрінеді. Одан тағы тек өзіне ғана орнатылған Mac операциялық жүйесімен ғана жұмыс істейді және басқа ноутбуктерге орнатылмайды. MacBook Apple компаниясынан шыққан құрылғылармен тығыз байланыса алады. Олар Apple планшеттері, құлаққаптары, сағаттары, компьютерлері бір отбасынан шыққандай тегіс 5 жолына жұмыс жасайды. Осымен видео соңына жетті. Енді жаңа бейне жазбаңызда көргенде өздеріңіздер компьютердің ақпаратты өңдеуге арналған құрылғылар жиынтығы. Монитор, жүйелі блок, пернетақта, шыққан, қосымша құрылғылары, принтер, сканер, дыбысты, бейне жазбалар. Компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесу жүйелік шиналар, яғни процессорды ішкі жады, сыртқы жады, енгізу құрылғылары, шығару құрылғылары. Енді бұл жерде біздерге жаңа сабағымызға жеке жұмыс, жұптық жұмыс, компьютер қалай жұмыс істейді, берілген құрылғылардың олардың атқаратын қызметін сәйкестендіру, топтық жұмысымыз және сабақты қорытындылау.
үй тапсырмасына менің елім Қазақстан тақырыбына презентация жасау. Назарларыңызға көп рахмет.